Саламатсыздар ма балалар? Қазақ тілі 3-ші сынып 80-ші сабақты өтетін боламыз. Алдымен каналға тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Енді балалар 56-ші жаттығуға қарайық. Өлеңді түсініп оқы дейді. Үйрену. Ұзын құйрық инелік, инелікке тимелік. Тігі жақты жасадық, инеліктен үйреніп. Суда жүзген балықты бақыладық байыпты. Соған қарап жасадық біз сүңгуір қайықты. Ақ құманның оттағы бүлкілдейді қақпағы. Соған қарап белгілі паровозды тапқаны. Аяз шебер суретші, салады әсем суретті. Терезені оюлап, өрнектеуді үйретті дейді. Абдрахман Асылбековтен. Өлең бойынша берілген тапсырмаларды орындайық. Сұрақтарға жауап бер. Бірінші, ғарышқа ұшу қалай пайда болды? Бірінші сұраққа жауап берейік. Адамдар ғарышқа ең алғаш итті жіберген. Ит аман есен келген соң адамдар да ғарышқа ұша бастаған. Екінші, адам қайықты қалай ойлап тапты? Бастапқыда қайық есебінде жыртқыш аңдардың терілерін пайдаланған. Ең алғаш қайық Египетте пайда болған. Үшінші, бу машинесі қалай дүниеге келді? Бу машинасы Англияда 19 ғасырда пайда болды. Енді өлеңнен тәуелдеулі сөзді тап, сол сөзді үш жақта жекеше көпше түрде тәуелдеп жаз дейді. Бізде бұл жерде қақпақ деген сөз тәуелді болып тұр. Енді оны бірінші жақта менің қақпағым жекеше түрі, екінші жақты көпше түрі біздің қақпағымыз. Екінші жақ сенің қақпағың көпше түрде сендердің қақпақтарың. Сыпайы түрі сіздің қақпағыңыз, көпше түрде сіздердің қақпақтарыңыз. Үшінші жақ оның қақпағы жекеше түрде, ал көпше түрде олардың қақпақтары болады. Келесі 57-ші жаттығу сөз жұмбақты шеш. Құйрығы айыр құс. Ол қарлығаш, иә? Екінші, балды жақсы көретін аң. Аю. Оқу құралы кітап. Қысы жазы жасыл түстегі ағаш шырша. Енді жаңбырдан кейін пайда болатын түрлі түсті доға, ол кемпір қосақ. Енді сөз жұмбақтың шешуінен бізде шатыр деген сөз шықты. Осы сөз жұмбақтың шешуіндегі сөзді тәуелдеп айт дейді. Бірінші жақта менің шатырым жекеше түрде, көпше түрде біздің шатырымыз. Екінші жақтың жекеше түрі сенің шатырың, көпше түрде сендердің шатырларың. Сыпайы түрде сіздің шатырыңыз, көпше түрде сіздердің шатырларыңыз. Үшінші жақтың жекеше түрі оның шатыры, үшінші жақтың көпше түрі олардың шатырлары болады. Келесі 58-ші жаттығуға қарайық. Төмендегі сөйлемдерден адырна мәтінін құрастыр дейді. Яғни бізге шатыстырылып берілген, соны дұрыстап өзіміз құрауымыз керек. Адырна. Адырнаны дайындау үшін алдымен ағаштан құрап, шанақ мүйіз жасайды. Сонан кейін мүйізге жағалай құлақтар бекітіліп, шептер байланады. Сонан соң шанақтың асты үсті терімен қапталады. Дайын болған аспапты екі тізенің үстіне қойып, оң қол және сол қол саусақтарымен ойнайды. Енді 58-ші жаттығудың екінші тапсырмасын орындайық. Алдымен, сонан кейін, сонан соң ақырында сөздерін пайдаланып, зат есімдерді талдау үшін не істеймін тақырыбында 7-8 сөйлемнен тұратын мәтін құрастыр дейді. Алдымен зат есімді талдау үшін оны мәтіннен тауып, оған сұрақ қоямын. Сонан кейін түрлеріне қарай ажыратамын. Жалқы есімдер бас әріптен жазылатынын ескеремін. Сонан соң құрамына қарай талдаймын. Түбірін тапқан соң жұрнақ пен жалғауды шартты белгілермен белгілеймін. Ақырында жалғаулар түрлеріне қарай ажыратамын. Келесі 59-ші жаттығу. Берілген тақырыптың біреуімен хабарлама жаз дейді. Мен бірінші тақырыпты алдым. Зат есім туралы не білді? Зат есім заттың атын білдіріп, кім не, кімдер нелер деген сұраққа жауап беретін сөз табы. Зат есімге қосымшалар жалғанады. Зат есім жалқы және жалпы есім болып екіге бөлінеді. Адам аттары, жер су аттары, жан-жануарларға қойылатын атаулар жалқы есім деп аталады. Жалқы есімдер бас әріппен жазылады. Ал жалқы есімдерден басқа зат есімдер жалпы зат есімдер деп аталады. Жалпы есімдер кіші әріппен жазылады. Осымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.